Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен көпшіліктің сұрауы бойынша пиццаға арналған сыр жасап көрсетеміз. Қараңыздар, өте иілгіш болып келеді, сынғыш болып келмейді. Дәмі жаңа плавочный сыр бар ғой президенттің, тура сондай болып шығады. Ең алдымен бізге 750 мл сүт қажет болады. Сүтімізді кішкене ысытып аламыз. Қыздар, мұздай күйінде салмайтын боламыз. Кішкене қолымыз шым-шым болғанша ысытамыз да, жарты килограмм творогымызды саламыз. Міне, міндетті түрде қозғап тұрыңыздар. Бұл осындай сары су бізде бөліну керек. Бұл сары су 2-3 минутта, яғни 5 минутқа дейін осылай жаңағыдай отта ұстап тұрасыздар. Міне, творогтарымыз бір-біріне жабысты. Сары суын төгіп алдық. Енді творогымызға жаңағыдай 50 грамм сары май қосатын боламыз. Кез келген сары май жарайды. Үйдің сары майы, жаңағыдай немесе дүкеннің сары майы. Осылай араласпай жатса, қолдарыңызбен мыжып араластырып жіберіңіздер. Бір жұмыртқа және жарты чайный ложка тұз, жарты чайный ложка пищевая сода қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Достар, кішкене рекламный пауза. Мен YouTube'пен айналысып жатқаныма 2 жылдай болды. Менің тұрақты оқырмандарым біледі. Мен жай ғана YouTube'қа видео жүктеп отқан жоқпын. Сол арқылы мен табыс тауып отырмын. Егер сіздер де осылай мен сияқты табыс тапқыларыңыз келсе, мен өзімнің ұстазым Мейрамбек Ағадиловтың мастер-классына тегін қатыссаңыздар болады. Ол үшін мен видеомның астына сілтеме қалдырып кетемін. Сол бойынша тіркеліп қатысыңыздар. Бұл бар жоғы тегін. Біз жаңағы творогымызды отқа қоймайатып, біз осындай арнайы сыр құятын ыдыс дайындап алатын боламыз. Яғни ыдысымызды майлап алатын боламыз. Кез келген үйдегі шұңқыр ыдыс жарайды. Міне, жаңағы творогымызды отта қойып, үздіксіз қозғап отыратын боламыз. Біздің творогымыз осылай еріп, жаңағыдай созылғыш болып келеді. Қашан біздің творогтарымыз жаңағыдай сұйыққа айналады, тура сол кезде біз отты өшіріп, сразу майланған ыдысқа құятын боламыз. Сразу құймасаңыздар, бұлар кәдімгідей кілегей сияқты уже сыр қата бастайды. Міне, қараңыздар, осындай сұйықтық пайда болады, яғни бисквиттің сұйықтығы десек те болады, эклерге арналған сұйықтыққа ұқсайды. Міне, сразу оттан ала-сала осындай ыдысқа құятын боламыз, қыздар. Әйтпесе сыра құймасаңыздар, міне, сырымыз уже менде жабысып жатыр. Қараңыздар, созылмалы болып келіп жатыр. Енді бетін жауып, суытып аламыз да, бөлме температурасында, сосын холодильникке 2 сағатқа салып аламыз. Міне, қыздар, біздің сырымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып келеді. Егер пиццаға қолданатын болсаңыздар, кішкене морозильникке салып алыңыздар, сонда біздің сырымыз шырқадан жақсы өтеді. Немесе тура осылай турап бетіне қоя салсаңыздар болады пиццаның. Егер видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болса, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар.